Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күшті жерге келіп қалдық. Қандай жер десеңіздер, Окадзаки. Тамақтар өте жақсы, керемет. Ішкі атмосфера тоже күшті. Тыныш жер, комфортно десем де болады. Адресі Төле би 274А. Осы жерге келсеңіздер болады. Ал ішкі атмосфераны келесі сторисен көретін боласыздар. Қайырлы кеш достар, бүгін Гала бауырымыз бізді Окадзакиге қонаққа келіп жатыр. Енді фирменный комбо бургерларын жинап жатырмыз. Четкий бургерлары керемет. Еще с собой бізде толтырып салып аламыз всегда. Қандай сушиларының түрлерін, тамақтардың түрлері, еще мынандай десерттары бар. Және новыйдан шыққан Нью-Йорк суши деген бар. С собой алып жүруге болады. Алатын болсаңыздар Окадзакиге келіңіздер, астында белгілеп кетеміз. Тамақтар өте мощный, сочный болып тұр. Ой, ислам. Рахмет сіздерге үлкен. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ораза ұстаған жандар баршаңызға. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мен енді қазір инстаграмда публикация жоқ қой менде. Сонда да бірақ оқырманның саны тұрады, қатты түспей. Соған үлкен рахмет деп сіздерге бір ауыз айтып қояйын. Бұйыртса бұл инстаграмды жақсылап қолға алатын кез келеді, Алла қаласа. Әзірше осылай болып тұр енді уақытша. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Білесіздер, қазақ елінде Шарипов Исламбек деген осы Қазақстанға Zero деген магазин ашып, осылай образды алып келген сол жігіт. Сол жігітке біріншіден рахмет, екіншіден Zero магазиніне рахмет. Оның ішінде достар бүгін образ таңдауға келдім. Білесіздер, мен образым басқа еді, мынау образ басқа. Zero'ның арқасында осындай образға ие болдық. Zero'ның магазині Алматыда барлық жерде бар, білесіздер. Және инстаграм белгілеп кетем, кіріп қарасаңыздар. Бұл жаққа кірсеңіздер өзгересіздер ағайын бауырлар. Ішінде барлығы бар. Бұлай айтқан кезде тема ғой. Спортсмендерге де болады, жай адамдарға да болады. И әншілер барлығы осы жерден киінеді. Жасай берсін Zero. Давайте тамашалаңыздар менің образымды. Финики, нан, тауық еті, алма, картоп, пияз немесе жуа, укроп, сәбіз, творог. Кофесі өмір сұрамаймыз, біз сыңарым екеміз, күн жазында кофе ішеміз. Лимон, мен таңертең суға қосып, тайма қосып ішем. Асқазанымызды тазартушы жеміз. Корей капустасы тамаққа қосып жеуге семіртпейді, қыздардың кейбір жерлеріне әсер етеді өсуіне. Ащы нәрсе негізі адам организміне пайдалы, тәттіге қарағанда. Казинаки шашымызға, тырнағымызға жақсы болу үшін бізде майлар болу керек. Мүлдем майды өзімізден алып тастауға болмайды, организмімізге беріп тұруымыз керек. Сол үшін де осындай жаңғақтарды жеп тұрған пайдалы қыздарға керекті нәрсе. Ал тамақ істеуге кірісейік онда.